Тұрсайшы күйеу бала. Тура бір әкеңнің үйінде жатқандай жатсың ғой тегі. 2 болды сағат. Тұр. Оу, шизионок, қайырлы таң. Чо там, ұйқыны періп кеп атсың ба? Сәлем. Короче, беті қолым жуда. Баняны жақып саш, кешке шома болайық. Адам деген, күшік күйеу болам деп болмай деген ол. Амал жоқ, болады дегенсің ғой істеп. Егерде сіздің әйеліңіз, мен осы үйдің құлымын, мен ешкімге керек емеспін деп көп айта берсе, онда ол әрбір жасаған ісін міндетсініп жатқан жоқ. Оған сіздің бір гүліңіз бен жылы құшақ. Негізі осы сен тек өзіңе қатысты ғана уағыздар тыңдайсың, ә? Ал сен вообще уағыз тыңдамайсың ғой? Мен уағыз деген жұма күн тыңдаймын ғой. Сен только тоқал алу, соны тыңдайсың да, болды. Жоқ, осы именно осы әйелдер түсінбеймін де. Өздеріңе керек уағыз теріп тыңдап аласыңдар, сонымен жүресіңдер, миды ашты. Дұрыс айтып жатыр, әйелге көңіл бөлу керек дейді. Не әперем, не қалайым десе, соны әпер дейді. Үйіне береке кіреді деп жатырмын. Бешеш, о тапқанымыздың бәрін саған әпере берсек, не береке кіреді үйге? Әйелің шаршаса көмектес дейді. Баласы жыласа қараш жер, кір жуылмаса жуыс жер деп жатыр ғой, мен айтып тұр. Анаң ішінде әйелің тыңдамаса үйден қуып жібер, 2-3 баладан артық тумайын десе, тоқал ал деп айтпаған ба? Жоқ, ондай болмайды да. Пәтуа шығара бермей, тамақ істеші, қарым деген ашып кетті. Сол үлгермедім, тамақ істеймін деп. Сен телефон шұқылайым деп үлгермегесің де сен. Не жеймін енді мен? Сен жеймін ба? Жейсаш мен. Қой, сен майл жеуге болмайды ма, майлысың ғой сен. Ал, күйеу бала. Қалай тамақ тәтті ме екен? Зор болыпты. Маңдай термен тапқан. Ақшаға келген тамақ тәтті болмағанда. Мама, Жезуға жақсы ұйықтап қояды екен, ә? Ұйықтады ғой. Аюдың өзі де бұлай ұйықтамайтын шығар. Ой, Аю 2 рет ұйықтап тұрды, бұл тұрамын дегенше. Жүрші. Жапшесін. Айтсаң оларға бірдеңе десе. Не деп айтам? Сен сүйем деп айт, не деп айтам дейді ғой. Көрдің ғой, жерге тығып барады. Ана қабақ қайның ше? Қабақ інің бар ғой. Қанымды іші бар ғой. Ойнап айтып жатыр ғой әшейін. Мені ойнап жатыр, түсіндің ба? Бекер келдік негізі. Айттым мен саған, келмейік дедім мен. Келмеу керек еді. Не істейсің ал, қайда барасың? Барар жерің басар тауың бар ма? Не істейсің ал? Тек сен үшін ғана келдім ше. Танымайтын орта, танымайтын жер. Тек сені бақытты ету үшін ғана келдім негізі. Істеп отқанын қарасам болмашы. Не айтып кеттің? Қыздар ұқсап. Өйстіп айту кәм, еркектердің модада екен. Сен қазір ұрбаңдай берме, мен сөзім сөйлеп қорғаштап отыр, түсіндің ба? Қой шай, адам құсап шай ішейікші. Миды ашты, жүріп кіре. Ашытпысың, ашыт. Не болды күйеу бала? Шығып кеттіңдер ғой. Қызыңызға махаббатым бірден ашылып кетті ғой. Күндіз ба? 24-те жеді ғой менікі. Жезуға әпшешкеге көп жақындай берме, түсіндің ба? Сен тентек болып қалғансың ба? Жақындасам әйелім ғой. Не өтті? Өзің үйіңе барып жақындайсың. Мал, естің келген осы ма, мал. Кім бар оу? Не болды? Қалай қабақ жақсың ба? Қалай қабақ, жағын айыр жереме. Айырамайсың сен. Айырам дегенше мен қашып кетемін ғой, мен қашып кеткенде қуып жетем дегенше туып қоясың ғой сен. Түсінбедім? Ішіңдегіні айтамын да. Бұл денсаулық дейді, бұл денсаулық. Денсаулық ба не? Ішіңде бала жоқ ба не? Мен сен 2 қабат деп ойладым ғой. Тайешін ол жау қази. Болды. Чөчіктегі санын айтшы. Барлық санын ба? 4 санын айтсай. Қай 4 санын? Қойдың 4 санын етін айт. Постоянно келіп айтамын ғой саған. Ортасында 4 сан болады. 46-88. Қош өзім. 46-88. Oldu onda давай. Bosanıp atsan айтса ені, таныс акушері бар, өзі босандырып алады. Құршы. Пошел, Кәні ойбай, сөзін сөйлеп отырам, қорғаштап отырам деген. Мені қорғаштадым. Сен баяғы мен жақсы көрген сезім емес екенсің, үйіңе келіп қатты кісі болып кеттің ғой әйтеуір. Не болды саған? Күніге бір естімей жүрген сөзің бе еді?
2 ай болды ғой, үйренетін уақытың келді ғой. Кетші бар. Бұл үйден мен ешкім жақсы көрмейді. Сардар, жезден қонаққа келді деп жүргенің ғой, біраз болды ғой жүргеніне. О, біздің қонақтар құдай қонақ қой. Біраз уақыт болады, үйге кіргізіп алғанбыз ғой. Үйден шықпайды ғой сол, Ой, үйден шығармаймыз, күн өтіп кетеді басына. Жалғыз жездеміз, ақ жездеміз ғой. Қой, давай, мен кірейіне, жездем біраз қан ішейіне. Давай. Ой, бля, сен ба? Что там, жездюша? Қарым тойды ма? Қайным, сен олай қатты кетпеден ма? Не істейсің ал? Қатты кетем ал, не істейсің ал? Құршы, қоян шықсын ба, не böyle? Жезде, короче, ана күректі ал да, малдың астын тазалаш, мен кетіп барадым. Қайға? Не істейсің қайда кетіп баратқаным? Істе дегеніңе, істесі. Мамашық ашуын білесің қойшы. Смөлік, ешек, өлтіріп қоям ғой бір күні. Қабан шушқа, айуан, мешкей, қабақ біле. Не бар еді, айтамыз. Құдайым. Қай күнәм үшін естіп қойдың мен, Қалай? Жақсы, қалай өзің? Жасы келдің ме? Подружкаға келдің ба? Көтімді қысып жүре. Майға. Көрші? Өлтіріп қоям көрші. Көрші? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Аман ба? Жүрсің? Жүр қой. Не настроение жоқ? Мына үйге келгелі бері менде настроение деген болмаған білесің ба? Негізі мына біздің елде бүйтіп жүре берсең настроение болу қиын ау. Не дедің? Дәл осы жерде даққа саясаттан ұрып қойған жоқпын ба? Көтік. Саясатың шығарып жүрмесін, абайлаш. Құрсын бірақ. Көрші, күрегін бере тұршы үйге барып тірлігін тезсіз бітіріп алайын. Қойш, немене білесіңдер, Осы көрші деген бірдеңе сұрау үшін жаратылғасыңдар ма? Өзіме керек қа малақ тазалаймын. Немене жыланып кеттің? Қазақта сөз бар ғой, білесің ба? Қандай? Мына күрегін сатсаң, көршіңе сат деген. Ертең бір шетін өзің күрейсің деп па, сөйтіп айтқан бар. Қойш, кілем демеген, Мейлі не болса да бере берші. Қойш деді ғой саған. Білесің ғой, мына үй менікі емес. Ана енемнің мінезі ит. Қазір саған бір күрек берем деп, мына үйден қуылып кетуге жылайын жоқ айналайын. Барса кетсе бар. Мына сенің басыңдағы жағдайда жауыма да тілемесем. Ой, тілемесең құры бар. Давай. Тілемші бұл. Кім бар оу? Хозяин! Свет! Оу! Тағы келдің ба? Иә, тағы келдім. Не амандық жоқ, саулық жоқ. Не істейін, кетейін ба енді? Жағдай сұрап келсең мақұл ғой? Енді Свет жақтыңдар ғой, ақшасын төлесеңдерші. Білмеймін ғой, әйтеуір аз жақсақ та көп төлейміз, или үстінен жай неғып жүрсің ба, қосып жүрсің ба? Оля. Маған не пайда одан, не пайда? Мен үстіндегі ақшасын жей алам ба, оны Каспиймен төлейсіңдер ғой бәрібір. Үйтіп әңгіме айтатын болсаңдар, Свет жақпаңдар. Телевизор көрмей қараңғыда отырыңдар сөйтіп. Құмаш, қайт жақпайсың Светті? Жақпайсың, рахат, қайта ақшасын төлемейсің, күштеміз ба? Қалай сонда? Қалай сонда онда, зато бала-шағаларың көп болады да. Мына түсінбегенге қарағанда 24 сағат Свет жағып отыратын сияқтысыңдар ғой. Қош бопты, тез-тез ана чочектің 4 санын айтып жіберші. Қай сан? Каспийдің 4 санын. 1000 рет келіп айттық қой, 4 сан ортасында болады, айтып жіберші. Қанша? 46, 88, ана қабақтікі қоя. Тез-тез боласың қоя. Шаршадым ба жұмыс істейін деп. Мә ішіп алсай. Керек емес пе? Кете бер бір. Ойбай. Не өзіңше шеке басын тырысып отыр ғой? Ал мақұл айтшы, ал не көкегіңде жүрген? Тесіп баратқан не? Төркініңе келіп әйтеуір қатты өзгеріп кеттің ғой. Адам менсің бе, кісі болып, орамал тақпайсың баяғыдай. Төркінде жүргеннен кейін не үшін тағасың енді? Сен баяғыдай бойдақ қыз емессің білесің ба? Сен әйелсің, соны ұмытпа.
Әйел болса бол міндетті түрде орамал тағып жүру керек деген нәрсе жоқ шығар. Сендердің понятияларыңды түсінбеймін мен ше. Сонда сендердің ойларыңша орамалды тек ата-ененің алдында, болмаса жаңағыдай Құдай тамақ бір нәрсе оқытылған кезде сол кезде тағу керек па? Былайша көшеде бойдақ қыздар ұқсап шаш жалбыратып, үйде боянбайтын, көшеде боянып, кімді алдап, кімді қаратамай жүрсіңдер, түсінбеймін мен соны. Ертең көресің, арғы дүниеге барған кезде күйеуінен сұрайды. Ей, ана әйеліңе ескерттің ба, орамал тақ деп сұрайды. А мен саған ескерттім. О дүниеде маған ренжіп жүрме, қарамаймын саған өзі. Ақыл айтуын қарай көр. Бір, как будто өзінің төрт құбыласы тең адам сияқты ақыл айтады да бұл. Ой, қойшы сені. Көресің әлі, орамал тағатын қыз тауып аламын әлі. Кімді тауып алам дейсің? Орамал тағатын қыз ба? Ал басын, қарай көр. Орамал тағатын қыз тауып алады екен. Қалай? Евгена қазір ұйықтағанда қорылдамай ұйықташы. Қумашы, мен вообще қорыламаймын. Ой, қош, неап мойындамайсың осы? Сен қырыңмен жатсаң да қорылдайсың ғой. Өзіңе қара, қош. Айналайын, мен туылғаннан қорылдамаймын. Зато жаман аунайсың ғой сен. Таңға дейін комнатан айналып шығасың. Кім айтты, мен ровно жатам. Өзің ойыңша жатасың да ровно. Негізі осы ғалымдар зерттеу бойынша көп қорылдайтын адамның жүрегі ауырады дейді, осы тексерілесің ау деймін. Бұл жүрек сендерді ойлаймыз деп ауырады да. Басқа біреулерді ойлағаннан шығар. Көп сөйлеуін ұйықташы қазір. Қорылдаймын да қалам. Жатшы. Сезім. Ал. Ертең кетейік та мына жақтан. Кеткенде қайда барасың? Бір квартираға ма шығайық та барып өзіміз бөлек тұрайық. Қойшы квартираны. Не ақшаң жоқ, не жұмысың жоқ. Просто мына жақта жүре берген жаман ыңғайсыз екенде. 2 айдан кейін ыңғайсызданғаның ше сен? Білдіртпей ыңғайсызданып жүрмін ғой. Не жақпайды, не ыңғайсыз, нормально ғой бәрі. Просто емін еркін не қыламайды екенсің да. Не қыламайсың? Қош, сен түк түсінбей қаласың. О, айуан! Соны айтып тұрсың ба? Ойың бар тек сол, Мен сен бір адам сияқты бөлек шығып сәл жұмыс жасайым, тірлік істейін деп айтамын десем, кет жіберей. Ой, сен қумашы, мен сөйтіп айтайын деп отқам негіз. Кет жібер. Әлесімде сағынымы туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді кештеңе де бұрынғыдай болмайды.